Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен медовый торттың жасалу жолымен бөліскелі отырмын. Медовый торт өте жұмсақ, нәзік болып шығады, және де бұны заказға дайындасаңыздар да болады. Ол үшін бізге ас қасықпен 4-5 қасық мед қажет болады. Мен мына жерде 3 қасық алдым, бірақ менікі қою болғандықтан сұйығымен 4-5 қасықтың шамасы болады. Балымыз кішкене ерігеннен кейін майымызды қосып жібереміз. Керекті құрамның барлығы, қанша мөлшерін барлығын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Бұны да бірге ерітіп аламыз, жақсылап бірге араластырып жібереміз. Мен бұл жерде шедевр майын қолданғанмын. Мінекей менің майым мен әселім бірге еріп, енді оның үстіне содамызды қосамыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Үнемі араластырып тұрыңыздар, себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Менікі сияқты кішкене көбігі жоғарылап кетсе, отыңызды кішкене баяулатсаңыз да болады. Массамыз қоңыр, дәл осындай видеодағыдай түске енгенде отымызды өшіретін боламыз. Және де суытып, жұмыртқамызды салсақ болады. Мен суыту үшін қантымызды дәл осы отымызды өшіргеннен кейін қосып жіберемін. Сонда тезірек суытын болады. Қантымызды дәл осы столовый ложкамен қостым. 7 қасық қостым. Сіздер өздеріңіздің дәмдеріңізге қарасаңыздар болады. Аз немесе көп қоссаңыздар да болады. Мінекей араластырып барлығын әрі ерітіп алдық, әрі жақсылап суытып алдық. Енді біздің 3 жұмыртқамызды осы массамыздың үстіне қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Балды массамызбен жұмыртқамызды араластырып алғаннан кейін енді ұнымызды қосамыз. Ол үшін мен 250 мл стақанды қолдандым, 2 штугын қостым. Барлығын електен өткізіп, үстіне 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Ұнымыз жеткіліксіз болса, тағы да үстіне қосамыз. Менде жалпы 3 стақан ұн кетті. Бізде дәл осындай масса шығады. Қолымызға жабысатын, менің лопатама жабысып тұрған жоқ, бірақ қолымызға ұстасақ жабысатын болады бұл қамырымыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұны енді бетін жақсылап жауып, холодильникке қойып қоямыз. Жарты сағат, 1 сағат шамасында. Мен осындай бірнеше бөліктерге бөліп, содан кейін холодильнигімізге жайғастырып қойып қойдым. 1 сағат шамасы өткеннен кейін енді қамырымызды жая бастаймыз. Қамырымызды жұқа қып жайып алғаннан кейін өзіңіздің кез келген формаңызбен кесіп алсаңыз болады. Мен бастапқыда қолданған сковородкамның қақпағын қолдандым. Диаметрі 28 сантиметр болады. Үстінен басып, домалақ қып кесіп аламыз. Осы дайын болған қамырымызды енді 200 градуста пешімізде пісіріп аламыз. Пеш міндетті түрде қызып тұруы қажет. Менде дәл осындай 6 корж шықты. Және де жанында қалған қалдықтарын барлығын майдалап алдым. Ол бізге тортымызды әсемдеу үшін қажет болады. Енді тортымызға крем жасаймыз. Ол үшін мен 35% Шутское озероның сливкиін қолдандым. Және де творожный сыр қолдандым. Хокландтың 220 грамдығын қолдандым. Барлығын араластырып, енді миксерлеп аламыз.
сахарная пудраны да қостым мен. 100 грамдық сахарная пудра қосып, барлығын араластырып, дәл осындай көлемде сұйық қою болғанша кремімізді миксерлеп алдым. Енді тортымызды жинауды бастаймыз. Мен 500 мл сливки қолданып едім, менде кремін кішкене артылып қалды, сондықтан ішіне көбірек жақсаңыздар болады. Мінекей, тортымыз дайын болды. Егер сізге рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Тортымыздың кремін жағып болғаннан кейін кемінде 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Егер 1 түнге қалдырсаңыздар да одан да жақсы болып, жұмсақ болып шығады. Себебі кремі жақсы сіңетін болады тортымызға. Ас болсын.